Кеш жарық, құрметті серіктестер, қонақтар, мен есімім Нұрлан болады. 20 жыл сетевой компанияда істеп жұмыс жасап жатырмын. Енді біз қазір AG Nutrition компаниясы маркетинг туралы таныстырамыз. Енді компанияда, мысалы, сетевой компания дейміз ғой, сетевой компания өте көп. Қазір күнде компаниялар ашылып жатыр, күнде компаниялар келіп жатыр. Енді мен өзім 20 жыл опытымда бірінші біз өнімге қараймыз. 80% адамдар өнімге келеді, денсаулыққа келеді. Айтады ғой қазақта, бірінші байлық денсаулық деп, сол сияқты 80% адамдар өнімге келеді. Если өнім жақсы болса, компания жақсы жүреді. Біз енді мына таңдап отырғаны бірінші сетевой компания вообще-то 3 направление болды. Бірақ өзі авторымен өзім, өйткені оның бәрінен мен өттім. Любой компанияның өнімі жаман деп айтпаймын. Бәр компанияның өнімі өте жақсы, керемет. Бірақ маркетингтер қиын болады. Енді ең қымбат немене бізде уақыт қой. Уақытты біз артқа қайта ара алмаймыз. Өйткені қазір уақыт күннен күнге өтіп жатыр. Таңертең тұрамыз, кеш батады, сол сияқты бірінші адам уақытты. Екінші направление ол енді услуги болуы мүмкін, матрица болуы мүмкін, финансовый пирамида или продукт ешкімге керек жоқ, просто маркетингтері жақсы болады. Енді ол компанияларда жаман деп айтпаймын, просто олар енді адамдарға не істейді, өнімге қарайды. Өнімдері жоқ болса, оларға не істейді, кіріп, онан кейін 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін ақырындап тоқтай бастайды. Енді үшінші направлениясы ол өнімде жақсы болу керек, маркетингде жақсы болу керек. Енді қазір компаниялар, көп компаниялар бар, $200 кіресің, $300 кіресің, $500 кіресің, $1000 кіресің, кодтары бар да, бірақ адамдар оларға кіргісі келеді, бірақ возможно болмайды. Енді біздің компанияға ең кіретін коды, кіретін неменесі 45.360 теңге бәр жоғын. Енді компания туралы айтайын. Біз енді компания AG Nutrition деген ол Малайзиядан келген компания. Малайзияда 2019 жылдан бері жұмыс жасап жатыр. 40 мемлекетте, Америка, Германия, Франция, Австралия, Индонезия и Африка мемлекеттері, 21 мемлекет Африка мемлекеттері істеп жатыр екен. Бізде компания май айында официально Қазақстанға тіркелді. Не только Қазақстанға, бүкіл СНГ бойынша біз қазір басында тұрмыз компанияның. Енді біздің Қазақстан ашық болғаннан ары қарай Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Россия, Украина, Беларусь ары қарай кете береді. Енді любой компанияда айтамыз ғой, 1990-да 1990 дейміз да. Енді компанияның басында тұрған адамдар, конечно, үлкен жетістікке жетеді. Сол үшін компанияның бірінші бүкіл дүниежүзілік сертификаттары бар. Компанияның өзінің заводы бар. Куала-Лумпурда, Малайзияда 6 жыл бойы ешқандай немесе жоғалмаған компания. Айтады ғой, любой компания балық басынан шығады деп, сол сияқты біз именно басына адамдарға қараймыз. Басында адам Дата Ескендір Халим деген, ол президент, компанияның президенті. Ол Малайзияда қазір өте көп компания, бірақ бұл кісіге ұсыныс жасаған Малайзияның компаниялары, ол өзінің компаниясының президенті болсын деп. Бірақ ол именно біздің компанияны таңдады, AG Nutrition'да. Неге? Өйткені Малайзияда біздің өнім бірінші орында тұр қазір, премиум класс. Тағы бұл кісі Министерство торговляда 40 жыл жұмыс істеген кісі. Малайзияны тим полициясы басқарған кісі. Сол сияқты именно біздің компанияны таңдап отыр. Енді тағы бізде екі ағайынды жігіт, Хафиз Салих пен Фаиз Салих деген, бұл ағайынды шешелері лидер сетевой компанияда. Олар өздері сетевой компанияда 12 жылдай лидер болған кісілер, үлкен командалар болған, уже бәленбай миллиондап ақша тапқан адамдар. Сөйтіп осы үш азамат жігіт
осы компанияны басқарып отыр. Енді компанияда бізде бар жоғы 10 шақ өнім. 40 мемлекетте жұмыс жасап отыр. GMP сертификаты, HACCP сертификаты, халал сертификаты, ISO сертификаттары, онан кейін Америка, Германия, Франция, ол мемлекеттерге, если кашер сертификаты болмаса, өз мемлекеттеріне кіргізбейді. Мұнда сертификат кашер бар. Енді Малайзия халал сертификаты негізі вообще Малайзиядан шыққан ол. Бірінші бізде өнім, 13 өнім үшін, Эйжи сері дейді. Эйжи сері деген ол 100-ден артық ауруға ем. Екінші Эйжи брок деген ол ЖКТ дейді, брокколи дейміз ғой. ЖКТ толстый кишечник болсын, тонкий кишечник болсын, печенға өте қатты жұмыс жасайды. И үшінші паразиттарға, да. Осы үш өнім бізде бүкіл ағзамызда қанша ауру бар, соның бәріне ем. Қанша 700-ден артық ауру бар шығар, соның бәріне бізге ем. Енді компаниядан бізде тағы екі түрлі кофелер бар. Бірінші кофе бізде Эйжи кофе дейді. Бұның составында кофе арабика, гинка белова бар, олар памятқа дейміз, нервыға, и мужской, женский гормондар тоже жұмыс жасайды. Next кофе деген ер адамдарға, мұның составында ашваганда бар, Эйжи кофенің ішінде омега-3 бар, гинка белова бар, стевия деген шөп бар. Бұл сахардың диабетке көмектесетін шөп, стевия деген. Эйжи кофе деген бар, ол Next кофе деген ол ер адамдарға арналған, составында ашваганда бар. Бұны әйел адамдарға да ішуге болады дейді. Енді әйел адамдарға арналған Эйжи рос бар. Бұл именно әйел адамдарға арналған өнім. Келесі бізде өнім 4 этапты косметика бар әйелдерге, и кішкентай сәбилерге мармелад дейміз, да, кішкентай балаларға именно иммунитетті көтереді, кішкентай балалардың бүкіл иммунитетіне етеді. Келесі біздегі горячий шоколад бар, оның құрамында қара зере майы бар, и немене бар, құрма бар. Енді біз осы 13 өніммен 40 мемлекетте жұмыс жасап жатыр. Компанияның енді бізде швейцарский технология, Франция, Испания мемлекеттері бұны именно дінді клетка, столовый клетка дейміз ғой, дінгі клетка деген бұл именно ауруларды, мысалы 20 жыл болсын, 30 жыл болсын, шықпаған ауруларды тауып, соны емдейді. Мысалы әйелдер болсын, еркектер болсын, 40 жастан кейін біз не істейміз? Картие бастаймыз. Неге? Әжімдер түсе бастайды, сол кезде ол клеткалардың бәрі өле бастайды екен, сол клеткалардың бәрін жаңартады, и жаңадан клетка пайда болады. Мұның немесінде 8 жеміс жидектерден құралған немелер бар. Эйжи сәрінің ішінде, мысалы, біз күніне 3 килограмм гранат, 3 килограмм персик, 3 килограмм клубника, оны жей алмаймыз. Бұл соның бәрін сығынысынан алған. Бірінші экстракт сакура дейді. Сакура деген бұл Японияда өсетін, негізі японский вишня дейді. Малайстар болсын, корейстер болсын, японстар болсын, оларда машина жоқ. Бірінші шет машинаны разглаживать етеді. Екіншіден, мына сустав ауруына өте жақсы көмектеседі. Екінші бізде куркумин дейді, бұл енді куркуминді жүрек ауруына жақсы, сустав ауруына жақсы өте күшті көмектесетін өнім. Келесі гимена сильвестр деген бұл Африкада өседі, Австралияда, Индияда, 3 мемлекет өсетін немене, бұл именно сахарды орнына келтіреді. Келесі анар дейміз. Анар негізі жүрек ауруына, қан тамырына өте жақсы қамтаса, женский болсын, мужской болсын, гормондарға жақсы көмектеседі. Келесі смешанные ягоды дейміз. Смешанные ягоды ішінде черника бар, клубника бар, бузина бар, малина бар.
Біз мысалы суық дегеннен не істейтінбіз? Малинаға, чайға или суға қосып ішеміз да. Ол енді вирустарды өлтіреді. Өте жақсы. Черниканы біз білеміз бәріміз. Ол көзге өте жақсы көмектеседі. Келесі шабдалы дейміз. Бұл именно B17 дейміз. Онкологияға өте жақсы көмектеседі. Кожаға жақсы көмектеседі. Бұл именно онкологияға өте жақсы көмектеседі. Эйжиброк деген бұл енді ЖКТ-ға дейміз бе мысалы. Толстой кишечник, тонкий кишечникке жұмыс жасайды и печеньға. Келесі бізде мына эйжи кофе составында гинкобилол бар. Гинкобилол енді памятқа өте жақсы, нерваға жақсы, сондай ауруларға өте күшті көмектеседі. Омега-3 балықтың майы, бұл именно стевия деген шөп, бұл именно сахарды нормаға келтіретін шөп. Бұл өзі тәтті шөп негізі, өйткені біз эйжи кофе ішкенде дәмі тәтті болады да. Микс кофе деген бұл именно ер адамдарға арналған, составында ашваганда бар. И 4 этапты косметика. Енді маркетингке келсек, компанияда бізде 3 пакет бар. Базовый пакет 75 pb, премиум пакет 300 pb, элит пакет 900 pb да. Бізде компания AG Nutrition'да 1 pb'дің құны $1. Қазақстанға қазір немене қосылды, енді естің ішінде налог компания то AG Nutrition бұл 5 майда тіркелді, налогын төлеп жатыр. И бізде Малайзиядан, Алматыда бізде склад бар, 8% қосып отырмыз. Ол логистика, доставка. Ол Малайзиядан Алматыға келеді, Алматыдан бүкіл қалаларға адрес бойынша жеткізеді. Соның ішіне 8% кіреді. Мысалы, базовый пакетте 75 pb, оған 8% қосамыз да, $45,360 теңге. Премиум пакет $324, элит пакет мүмкін $972. Қазір енді ноябрьдің 1-іне дейін бізде акция жүріп жатыр. $972 орнына бізде қазір $486. Базовый пакетке бізге 2 өнім AG-сері береді. Премиум пакетке 8 өнім, элит пакетке 24 өнім. Қазір акция бойынша 486-ға бізге 12 өнім береді. Енді бізде компанияда 8 түрлі табыс жолы бар. Бірінші табыс жолы прямой бонус дейді, шақырған адамдардан біз қанша ақша аламыз? 30%. Екінші командный бонус, үшінші лайфтайм бонус дейміз, бонус и лидерский чека дейміз да. Бесінші активизационный бонус бар бізде, компанияда активность бар и немене бар? Карьерный бонус бар, и интернет-магазин бар, и автобонус бар. Енді мысалы базовый пакеттен премиум пакетке көтеру үшін бізге 2 ай уақыт береді, 60 күн. 60 күн ішінде біз мысалы $243 төлейміз. 75 плюс 8%-ы $81 болады. 81, мұнда 324-тен 81 алсақ, $243 төлейміз. Премиум пакеттен элит пакетке көтеру үшін бізге қазір $486, $162. Ол бізге 4 ай уақыт береді. 120 күн. 1 pb'дің құны $1. Бізде компанияда 8 түрлі табыс жолы бар. Бізде степовый бинар. Степовый бинар деген не? Мысалы, сол жақта 75, оң жақта 75 да. 75 пен 75 енеді, ол 15% төленеді. Сол үшін ол бір степ болып саналады. Бір стептің құны бізде $11.25. Енді бізде прямой бонусы шақырған адамдардан біз базовый пакетте болсаңыздар, естисіздер, бір адамды шақырасыз базовый пакетке $22.5 аласыздар. $22.5 $12,600 теңге. Ол ақшаны сіз күнде шығарып алсаңыз да болады. Базовый пакетте тұрып премиум пакетке шақырсаңыздар, бізде компанияда 6 кошелек бар. Бірінші кошелек бонусный кошелек дейді.
40%, 90 доллар аласыздар. 90 доллардан 36 долларға 40%, бонусный кошелекке түседі. Оны сіз алып жаратсаңыз болады өзіңіздің. 60% 54 доллар ол апгрейд кошелекке жиналады. Ол да сіздің ақшаңыз, бірақ ешқайда кетпейді. Сол кошелекте жиналып тұрады. Келесі пакетке көтеруге накопительный дейміз ғой. Енді сіз базовый пакетте тұрып, элит пакетке шақырсаңыздар, бізде қазір 270 доллар емес, 135 долларда. 135 доллардың 54 доллары бонусный кошелекке түседі, 81 доллары апгрейд кошелекке жиналып тұрады. Бұл базовый пакетте болсаңыз. Енді сізде премиум пакетте болсаңыз, базовый пакетке сіз шақырасыз. 22-де 5 доллар аласыз, 75 пивосқа көбейтсек. Премиум пакетте тұрып, премиум пакетке шығасың, 90 доллар. Таза аласыздар. Неге таза аласыздар? Өйткені пакеттеріңіз Сразу теңгеге ауыстырып айтыңызшы. Сразу теңгеге ауыстырып айтыңызшы. Енді қараңыздар. Сіз базовый пакетте тұрып, базовый пакетке шақырсаңыздар, сіз 22-де 5 доллар аласыздар. 22-де 5 долларыңыз ол 12.600 теңге. Если премиум пакетте тұрып, премиум пакетке шақырсаңыздар, сіз 90 доллар аласыздар. 90 долларда көбейтеміз 560-ға 70.400 теңге. Если сіз элит пакетте тұрып, премиум пакетте тұрып, элит пакетке шақырсаңыздар, сіз 135 доллар аласыздар. Өйткені бізде қазір акция жүріп жатыр. 450 PV-ді көбейтеміз 30%-ға, оның 40%, 60% сізге компания 54 доллар, 60% 81 доллар сізге бонусный кошелекке түседі. 81-ді көбейтеміз 560-ға 45.360 теңгені алуыңызға болады. 54 доллар сіздің бонусный апгрейд кошелекке жиналып тұрады. Енді элит пакетте болсаңыздар, сіздер кіретін коды 486 долларды көбейтеміз 560-ға 272.160 теңге болады. Сіз если элит базовый пакетке шақырсаңыз 22-де 5 аласыз. Премиум пакетке шақырсаңыз, сіз 50.400 аласыз. Если неменеге шақырсаңыздар 75.600 теңге аласыздар. Мына элит пакетте бізде 135 доллар, 76.500 теңге. Бұл енді прямой бонус. Шақырған адамдардан мұнда пакетке қарамай, қандай пакетте тұрсыздар, бәріне 30% төленеді. Енді компанияның екінші доходы бинарный, командный бонус дейміз да. Командный бонус ол пакетке қарайды. Сіз если базовый пакетте болсаңыздар, күніне бір шартты 15%-дан төленеді. Бір шарт деген не? Қысқа аяқтан, бинардан 75 PV болса, сізге 15% төленеді. 11-де 25 доллар. Компания базовый пакетте күніне 26 шаг береді. 26 шагтың қалған шагы күн сайын бізде түнгі сағат 12, оларда 3 сағат разница. Түнгі сағат 3 болады. Сол кезде сіздерде бір шагтан ас кетсе, бір күнде сізге ары қарай 25 шагқа дейін 3 доллардан төленеді. Сонда сізге күніне базовый пакетте болсаңыздар 86-да 25 доллар төленеді. Ол айына 2600 доллар. Если 2600 доллар аз десеңіз, онда премиум пакетке көтеріп алсаңыздар дұрыс болады. Премиум пакетте күніне 4 шақты береді. 4 шақ деген не? Допустим, сізде бір аяғында 2000 PV бар дейді. Қысқа аяқта бір күнде күніне төленеді 300 PV дейді. 300 бен 300 теңеседі. 1700 PV ертеңге накопительный қалады. 300 PV 4 шақ болады. 4 шақ 75-ті 4-ке көбейтсек
$45. 11-25-ті көбейтеміз 4-ке. Бізге күнде премиум пакетте күніне 108 шаг береді. 4 шақты компания сізге 15%-дан береді, а бинардан ары қарай сізге 5%, $375. Сонда сізде күніне табатын ақшаңыз $435-дан аспайды. 435-ті 30 айға көбейтсек $13.000. Если $13.000 айына аз десеңіздер, онда элит пакетке. Элит пакетте бізде компанияда 12 шақты 15%-дан төленеді. Ол не деген сөз? Бір ай алда, допустим, 3000 балл дейді. Қысқа аяқта бір күнде 900 балл дейді. 900 баллда 75-ті 12-ке көбейтсек 12 шақ болады. 12 шақты 11-25-ке көбейтеміз $135. А если бір күнде қысқа аяқта 900 PV-дан ас кетсе, сізге шексіз 8% береді. Ол күн сайын бізде обновляться етіп отырады. Күніне сіз $1000 алатын кез болады, $2000 алатынсыз, $5000, $10.000, $20.000, $50.000, $100.000 күн алатын кезге жетеміз. Оның бәріне уақыт керек. Енді қазір компанияда уже $21 миллионер бар. 6 жылдан астық жұмыс жасап жатыр. Маркетингін әлі ешқандай өзгертпеген. Бізде мына екі пакетте, базовый мен премиум пакетте ограничение бар. А элит пакетте ешқандай ограничение жоқ. Мысалы, көп компанияларда бар, аптасына $10.000 аласың, а бізде $10.000 күніне алатын кез болады. Компанияның келесі доходы lifetime бонус дейді. Образ жизни, бұнда именно элит пакетке сіз қалай көтересіздер, или элит пакетке сразу кіресіздер, сол күннен басталып, компания 30%-дан бөліп, тағы 3% қосады. Бұл бізде компанияда үшінші кошелек, lifetime бонус деген, ол жерде жиналып тұрады, накопительно. Мысалы, сіз 75 PV-ға бір адамды шақырдыңыз, $22-де $5 алдыңыз, плюс оған $2-де $25 жиналып тұрады. Премиум пакетте сіз $90 таза алыңыз, $9 тағы 3% қосылып отырады. Осы lifetime кошелекке жиналып отырады. Енді элит пакетте бізде $9-ға $270, қазір енді бізде $135-дан $13.5. Сіздерге қалай $500-ға жиналады, сіз мына тұрған компьютер болсын, ноутбук болсын, планшет болсын, сағат болсын, золотой алтын слиткалар болсын, соларды алуыңызға болады. 500 минимальный мына товардың құны $500. Мысалы, Малайзия болсын, Сингапур болсын, телефондары да, компьютері да дүние жүзінде олар бірінші орын алып отыр. Ол сізге сыйлық ретінде беретін нәрсе. Ол кімде? Пакет элит, ең үлкен пакетте болған адамдарға. Компанияның бізде ешқандай выращивание лидер деген жоқ, мысалы, көп компаниялар сияқты. Енді компанияны лидерский бонус дейміз, чека дейміз. Бұл енді мысалы ешқандай пакет статус жоқ, керек жоқ. Сіз қандай пакетте тұрсыз, или пакетіңізді көтересіздер, сол күннен бастап сізге ашылатын табыс жолы. Если сіздерде базовый пакетте болсаңыздар, бірінші линиядан 2%, екінші линиядан 1%. Премиум пакетте болсаңыздар, бірінші линиядан 3%, екінші линиядан 1%, үшінші линиядан 1%. Компанияның элит пакетте болсаңыздар, бірінші линиядан 5%, 2-ден 3%, 3-ден 3%, 4-ден 2%, 5-ден 1%, 6-дан 1%, 15%. Енді бізде шақырған адамдардан қалай түседі, солай аламыз. Екінші бинар, бүгін жаптыңыз, ертең бонусный кошелекке ақшаларын түсіп тұрады. Оны сразу шығарып алсаңыздар болады. Енді мына табыс жолы, чека, оны да сізде күнде алсаңыз болады. Сіздің адамдар бинардан қанша ақша тауып жатыр, сіз күнде олардың табыстарынан мына 15%-ға дейін элит пакетте болсаңыз 6-шы глубинаға дейін алып отырасыздар.
Компанияның бізде енді активизационный бонус, бізде ай сайын активность бар. Бірінші 60 күнде 30 PV дейміз, 30 PV-ға біз өнім аламыз. Бір эйженсер аламыз, или 3 коробка кофе аламыз. Ол 32-де 4, 8%-ды қосқанда 18.144 теңгеге. Бізде компаниядан жарты жыл бұрын активность жасап қоюға болады. Мысалы, сіз кірдіңіздер, сіздерге 2 ай уақыт береді. Бізде енді кофені бізде только активизацияға кіреді. Сол үшін пакетке кірмейді. Көбісі кофе алғысы келеді. Кофені білеміз ғой, привычный напиток та. Сол үшін олар 60 күн емес, сіз мысалы кірдіңізде тағы 3 коробка кофе алдыңыз да. Сізге 60 күн емес, 90 күн болып тұрады. Тағы алсаңыз, тағы қосылады. 30 күн қосылады. Сіз сөйтіп жарты жылға дейін ертерек активность жасап қойсаңыз да болады. Если кофе керек болса. Енді бұл енді пакетке байланысты, сіздер қандай пакетте тұрсыздар, сол пакетке қарап сізге мына жерде уже классика шығады. Бізде бинар плюс классика. Базовый пакетте болсаңыздар, бірінші линияның тапқан табыстарына повторный покупкадан сізге 10% түседі. Мысалы, сізде 5 адам болды да, 5 адамнан сіз 10%-ы $3 алып отырасыз. Екінші линия 25, 25, 625 да, даже мына 5 адамнан өзгерді, өте көп ақша. Енді қараңыз, базовый пакетте сіздерде 25% тереңдікке 10, 5, 5, 5. Если премиум пакетте болсаңыздар, премиум пакетте сіздерде 6 глубина ашылады. Бірінші 10, екінші 5, үшінші 5, төртінші 5, 3, 2. 30% сіз 6 неменеден алып отырасыз, тереңдіктен. Если сіздерде элит пакет болса, бірінші линиядан 10, екінші линиядан 7, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 глубинаға дейін, 10 неменеге дейін сіздерге 50% аласыздар. Енді мұнда компрессия бар. Компрессия деген қалай? Допустим, мына 3-4 глубинадағы адамдар активность жасамай отыр дейді. Сіздерде 11-12 глубина жасап отыр. Олар сізге не істейді? Көтеріледі. Сіз 10 глубинаға дейін ақшаны таза алып отырасыздар. Енді компанияда бізде 3 адаммен өз ақшаңызды қайтарып аласыздар. Өйткені прямой бонус бізде, реферальный бонус 30%. Ешқандай компанияда болып көрмеген, ол пакетке қарамайды, кішкентай пакет пе, базовый пакет пе, премиум пакет пе, элит пакет пе, бәріне 30%. Бізде 1 PV $1. Енді қараңыздар, сіз даже 3 адам шақырдыңыздар дейін, 3 адамды 30%-дан 3 адамнан 90% бинар, 100% да. Енді сіздерде тоже активность жасап отыр адамдар, 3 адамдан шақырдым. Мен өзім компания қойдым, 23 адам шақырдым. 5-ші ай компания жұмыс жасап жатыр. Енді даже мен айтпай ақ қояйын, 23 адам, 30 адам, 3 адам шақырдым дейді. 3 адамдар олар ай сайын просто өнім алып отыр дейді. Өнім өздері үшін кофе алып отыр ма, эйженсер алып отыр ма, ай сайын алып отыр. Сіздерге 10 тереңге дейін, 10 глубинаға дейін, даже $30 өнім алған сайын сіздің айлық табыстарыңыз $39.800 болады. Ай сайын. Ол только мына активизационный бонус. Оннан біз не іздейміз? Пассивный доход дейміз, да? Пассивный доход сізге ай сайын түсіп отырады. Мен басқа доходтарды айтпай ақ қояйын, только мына доходтың өзіне $39.800 алып отырасыздар. Компанияның келесі доходтары бізде базовый пакет $20,000 таптыңыз, восходящая звезда дейміз да. Восходящая звезда деген не? $20,000 тапқан табысыңыз, оның ішінде реферальный бонус, бинарный, лидерский бонус, повторный покупка дейміз. Бізде келесі интернет-магазин бар. Соның бәріне тапқан ақшаңыз сізде накопительный $20,000 болды. Сізде восходящая компания өздері отдельно Дубайға жібереді. И плюс сіздерге компания отдельный подаркалар бар. 20,000-ға 30,000 қосылған кезде сізде компанияның статусы директор дейміз. Директор болған уже Вьетнам болсын, Малайзия болсын, басқа мемлекетте жүріп, оны отдельно өздерінің
тағы сыйлықтары бар. 50-ге 50 қосқанда глобальный директор боласыздар, $100,000. $100,000 тапқанымыз. Басқа мемлекеттер и амбассадор бізде ең үлкен статус ол $250,000 тапқан ақшаларыңызда. Оның бәрі накопительный. Сізге қалай ақша табасыз, $250,000, сіз амбассадор боласыз. Бізде компанияда уже глобальный амбассадор, одан да жоғары статустар бар. Енді компанияның келесі доходы автобонус дейміз да. Автобонус бұл енді сіздерге машине анамдай бермейді, ол енді сіз қалай восходящий звезда $20,000 таптыңыз, общий, накопительный, сіздің айлық чегіңіз $3,000 болады. Одан төмен болмайды. Сіз ай сайын $3,000 алып отырасыз, плюс компания сізге тағы $150 ай сайын беріп отырады. Ай сайын $3,000, ай сайын $150. Ол енді сіз компанияңызда лидерсіз, компания сіздерге енді запчастьқа болсын, бензинға болсын, отдельно беріп отыратын сыйлық. Компанияның сіз директоры болдыңыз, $50,000 таптыңыз, сіз айлық чегіңіз $7,500 кем болмайды. Ай сайын $7,500 тауып отырасыз. Плюс компания сізге ай сайын $7,500-ға қосып $300 тағы беріп отырады. Сіз глобальный директор болдыңыз. Глобальный директор $100,000 таптыңыз, общий. Сіздің айлық чегіңіз $15,000-дан жоғары болады. Ай сайын даже $15,000 тауып отырсаңыз, сізге компания $15,000-ға қосып, еще $500 ай сайын беріп отырады. Компанияның амбассадоры болыңыз. Сіздің айлық чегіңіз $30,000-дан ай сайын түсіп отырады. Ай сайын $30,000. Плюс компания сізге не істейді? $875 қосып беріп отырады. Ол айлық беретін табыстар, сыйлықтар деп болады. Компанияда бізде шоп бонус дейді, интернет магазин бар. Бұл табыс жолы апта сайын төленеді. Әр дүйсенбі күні сізге бонусы кошелекке келіп түсіп тұрады. Если сізде базовый пакет болсаңыздар, сіздің реферальный ссылкаңыздан адамдар өнім алып жатса, сізге бірінші линиядан 10% төленіп отырады. Бұл аптаның дүйсенбі күні түсіп отырады. Если премиум пакетте болсаңыздар, сіздерге бірінші линиядан 20%, екінші линиядан 5%. А если элит пакетте болсаңыздар, бірінші линиядан 25%, екіден 10%, үштен 5, төрттен 3, 5-тен 2, 45%. Енді мұнда сататын адамдар болса, бізде бірінші өнімді алғанда 45.360 теңге, бір ежесерінің құны 23.000 теңге болады екен. Енді біз повторный покупка дейміз, активизация, одан біз 32-де $4 аламыз. 18.144 теңге болады. Сонда біз 5.000 қосып сата аламыз. Если сіздер мұнда немене арқылы алсаңыздар, өзіңіз жазыңыз, жолдасын жазыңыз, или баланы жазыңыз, 25% сіз еще қайтарып аласыздар. Бұл жерден тағы табыс көруге болады. Не только сатқаннан, еще былай да табыс жолдары бар. Енді компанияда осымен бітті. Сұрақтарыңыз болса, микрофондарын қосып, сұрақтарыңызды қоя берселеріңіз болады. Құрметті әріптестер, чат қонақтары, сұрақтарыңыз бар ма? Маркетинг болсын, өнім болсын. Жоқ, сұрақ жоқ. Бәрі түсінікті деп ойлаймын енді. Не сақтала ма енді? Ютубта осы сіздің выступлениеңіз сақтала ма? Сақталады, иә. Рахмет. Все, онда бәрдеріне қайырлы күн. Сақтауыңыз болмаса. Осымен біз аяқтаймыз.
Рахмет, жақсы өткізіңіз, жақсы түсінікті бәрі.